Ораза ислам дініндегі әр жылда бір айда ұсталынатын күнделікті салттардың бірін тән құмарын тыю дейді. Оразаның мағынасы: ораза өз нәпсін тыю, жаманнан алыстау, күдік, тәуліктің күндізгі уақытында ауыз бекіту исламның негізгі 5 парызының үшіншісі. Ораза ұстаған адам таң атқаннан күн батқанға дейін ниет бекітіп, ішіп жеуден, басқа да оразаны бұзатын нәрселерден аулақ болуды үйретеді. Мұсылмандарға Рамазан айында ораза ұстау парыз болып саналады. Рамазан адамдарға тура жолды нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтатын дәлел ретінде Құран түсіре бастаған ай болып саналады. Рамазан айы туғанын көрген адам ораза ұстасын. Кімде-кім ауру болып, әйтсе сапарда жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Алла сендерге жеңілдік болуын қалайды, ауырлық түсіргісі келмейді. Бақара 187 деген аятында парыз оразаның мәні, негізгі сипаттары, уақыты, қазасын өтеу жайлы айтылады. Ораза шарты ғибадат болғандықтан, оны парыз ретінде кімнің орындауға міндеттілігі немесе кімдердің босатылатыны, қабыл болуы, болмауының шарттары, бұзылатын немесе бұзылмайтын жағдайлары шариатта бекітілген. Ораза адамның рухани интеллектуалдық өсуіне, тақуалыққа жетіп, Құдайға жақындай түсуіне ықпал ететін ғибадат екендігі жайлы көптеген хадистер бар. Ораза адам нәпсін тыйып, рухани өсуге, өз бойындағы жаман әдеттерден арылып, көркем мінезін тәрбиелеп, қалыптастыруға мүмкіндік беретін ғибадат. Пайғамбар өсиетіне сай, оразаның мұстахабын орындаса сауап, орындамаса күнәсі жоқ. Орындау үшін таң сәресін шүйіркелесіп ішу отбасының берекесін кіргізеді. Рамазан айында өзара ауызашарға шақырысу дәстүрге айналған. Хадистерде ораза кезінде мұсылманның өзін-өзі тәрбиелеп, мінез-құлқын қалыптастыруының негізгі шарттары белгіленген. Аузы берік адамның бос сөзден, орынсыз әрекеттерден бойын аулақ салып, жаман істерден тыйылуы, ғибадат арттырып, бос уақытын дін іліміне тереңдетіп, зікір салауатын айтумен өткізуі абзал. Бұл да оразаның сауабын арттыратын амалдардың бірі болып саналады. Оразаның қоғамдағы пайдасы: жаратушы мен адамдар мен әлем арасындағы түсіністікті арттырып, мейірім артады. Адамдар ырзық несібенің қадірін түсініп, дәулетті мен жоқ-жітік арасында байланыс орнайды. Парыз оразадан басқа уәжіп, сүннет, мұстахаб, мәндәп, нәпіл, мәкру оразалары бар. Ораза белгілі бір себеппен бұзылған жағдайда қазасын өтеуге болады. Ал себепсіз қасақана бұзылған ораза өтеуіне кәфәрат оразасын ұстанатын болады. Ораза бір нәрседен алыстау. Шариғат терминінде ораза ұстауға күші жеткен адамның ниет етіп, екінші шанақтан бастап күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден сақтануы. Ораза белгілі бір уақыт ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан тыйылу. Оның парызы ішіп жеу мен құмарлық сезімдерден сақтану. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.